Саламатсыздар ма балалар? Бүгін біз қазақ тілінен 112-ші сабақты өтетін боламыз. Балалар, біздің арнамызға подписаться етуді ұмытпаңдар. Біздің арнамыздан қазақ тілінен басқа математика сабақтары да шығып отыратын болады. Ендеше балалар, бүгінгі сабағымызды бастайық. Бірінші бізде 39-шы жаттығу өлеңді мәнерлеп оқы дейді. Суға жүзу. Көлдің бетін иректеп, қалқып жүрген үйрек көп. Інім тұрды қыңқылдап, жүзудағы үйректеп. Көлдің үстін сызғылап, жүзген қаздар ызғын-ақ. Құр қызықтап көрумен қайтамыз ба біз бірақ. Дәрменсіздік танытпай, үйренуден жалықпай, іні-шегім екеуміз жүзсек дейміз балықтай. Әбілғазы Қайырбеков. Енді балалар, бізде астында сұрақтар берілген, сол сұрақтарға жауап берейік. Өлең мазмұны бойынша бір-біріне сұрақ қой дейді. Суда жүзудің пайдасы қандай? Суда жүзуді үйрену үшін не істеу керек деп ойлайсың? Өлеңдегі қарамен берілген сөздердің мағынасын сөздіктен біліп ал дейді. Бірінші өлең мазмұны бойынша бір-біріне сұрақ қой дейді. Яғни бірінші, көлдің бетінде қалқып жүрген қандай құс көп? Екіншісі, інісі ағасына нені үйретуді өтінді? Осындай сұрақтар қойсақ болады, иә? Суға жүзудің пайдасы қандай дейді? Судағы адамның салмағы жеңілдейтіндіктен денеге көп күш түспейді де, омыртқа жотасы созылады, бұлшық ет талшықтары ұзарады. Соның әсерінен адам тұлғасы сымбаттанып, қимыл қозғалысы еркін де әсем көрінеді. Жүзу кезінде адам кеуде мен қарынға түсетін судың қысымын ішке терең дем тарту арқылы жеңеді. Мұның өзі тыныс алу жүйелерін жетілдіріп, жұмысын жақсартады. Оттегімен қамтамасыз етіп, өкпенің көлемін ұлғайтады екен. Келесі бізде суда жүзуді үйрену үшін не істеу керек деп ойлайсың дейді. Яғни балалар мысалға бірнеше рет отырып тұрып, аяқ қолға жеңіл жаттығу жасау керек. 3 минуттай бір орында жүгіргенде қимыл жасау керек. Су ішінде аяқ қолды қимылдатып, суды шалпылдату керек. Терең дем алып, демді су ішінде шығару. Одан кейін алғашында жүзуге арналған тақтайшаларды пайдалану керек екен, иә? Келесі, өлеңдегі қарамен берілген сөздердің мағынасын сөздіктен біліп ал дейді. Яғни ызғын, бірінші ызғын ол ызғын сөзі көп дегенді білдіреді екен. Келесі, дәрменсіздік. Дәрменсіздік әлсіреу, күш қуаты азаю немесе шарасыздық екен. Келесі, жалықпау. Жалықпау сөзі бізде балалар қажымау дегенді білдіреді екен. Келесі, 40-шы жаттығу, есептік сан есімді реттік сан есімге айналдырып жаз. Бір қатар, яғни бір сөзін біз балалар бір сан есімін реттік сан есімге айналдырып жазуымыз керек екен. 3 орын, яғни нешінші орын деп айналдырамыз. 9 мектеп, нешінші мектеп, 6 сынып, нешінші сынып болу керек, е? Сан есімдерге сұрақ қой, олардың мағыналық өзгешелігін айтып түсіндір дейді. Яғни бірінші балалар бір қатар. Ол бізде реттік сан есімге айналдыратын болсақ, бірінші қатар болады екен, иә? Олар бізде бір сөзі қанша, бірінші деген, нешінші деген сұраққа жауап береді екен. Келесі 3 орын, 3-ші орын. Қанша, нешінші деген сұраққа жауап береді. 9 мектеп, 9-шы мектеп. Бұл да бізде 9 сөзі қанша, 9-шы сөзі нешінші деген сұраққа жауап береді екен балалар. Келесі 6 сынып, 6-шы сынып. Бұл жерде 6 сөзі қанша, 6-шы сөзі, яғни сан есімі нешінші деген сұраққа жауап береді екен балалар. Келесі 41-ші жаттығу, өлең жолдарының ретін тауып жаз дейді. Ақ сүт берген анадай, зыр жүгіріп ағады, асыр салып баладай, сусындатар даланы. Тұрсын елеусіз ұлы. Енді бұл жерде балалар өлең жолдарының реті ауысып кеткен екен, иә? Соны ретке келтіріп, дәптерімізге әдемілеп көркем етіп жазуымыз керекпіз. Бұл жерде бұлай болады. Ақ сүт берген анадай, сусындатар даланы, асыр салып баладай, зыр жүгіріп ағады дейміз балалар. Осылай реті осындай болады екен балалар. Келесі шығармашылық үзіліс 42-ші жаттығу. Жағдаятты оқып сұрақтарға жауап бер дейді. Арман бақ ішінде келе жатыр еді, терек бұтақтарын сындырып жатқан балаларды көрді де тұрып қалды. Сұрақтар. Бірінші, Арман не істеді деп ойлайсың дейді. Екінші, Арманның орнында сен болсаң, не істер едің дейді. Бірінші балалар, Арман не істеді деп ойлайсың дейді. Менің ойымша, Арман балаларға бұтақты сындыруға болмайтынын айтып,
түсіндірді дейді. Екінші, арманның орнында сен болсаң не істер едің? Мен арманның орнында болсам, мен де дәл арман сияқты бұтақты сындыруға болмайтынын түсіндіріп, ендігіде бұлай жасамаңдар дер едім дейді. Осымен балалар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Міндетті түрде біздің арнамызға подписаться етуді ұмытпаңдар. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңдар балалар.